Давление барын қалай білсеңіз болады. Яғни бірінші қауіп сигнал бұл сіздің желкеңіздегі балта. Арқаңыздан біреу қысып тұрып балта менен ұрып атқандай болады. Екінші қауіплі сигнал бұл құлақтағы сирена. Өзіңіздің жүрегіңіздің дауысы құлақта дүк 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 дүк. Үшінші қауіплі сигнал бұл көкірегіңіздегі бетон. Яғни көкірегіңізге бетон түскендей болып, көкіректен қатты қысылып, сізде дем алу қиынласып жатыр ма? Дәру тонометрді алыңда, давлениені өлшең. Нормадағы давление 120-ға 80 білесіз. Нормадағы пульс 60-тан 100-ге дейін. Егер сізде тонометр 140 деген цифрды көрсетсе, дәру алдын алың, құрметті ағайлар, инсульт болып қалмайық, тамырлар жарылып кетпесін. Бұның да емі бар. Денсаулық өзіміздің қолымызда, іті барсыз болмайық. Яғни нөксі 2 жерде филиалымыз, қараөзекте 1 жерде филиалымыз бар. Әмме филиалларда да специалистеріміз бар. Қан айлану системасы жақсыланғаннан кейін, қан тамырлар, қанлар жақсы жүргеннен кейін сізде бұл зат көзетілмейді. Табиғи жолдармен емленейік, дәрілерге сүйене бермейік, құрметті жолдаслар. Төменге адрес, телефон номер қалдырдым.